Сәлем достар, қалайсыздар? Мен бүгіннен бастап осындай форматта видео түсіріп бастайын деп шештім. Инстаграмдағы IGTV-ға және де YouTube-ға салып жүруге. Яғни негізгі тақырып YouTube жайлы болады. Өздеріңізге түсінікті тілді жеткіземін деп ойлаймын. Ендігі негізгі тақырыпқа көшейік. Бүгінгі тақырыбым мен сіздерге айтатын YouTube'тың негізгі артықшылықтары, не үшін жалпы YouTube'қа барлығы көшіп жатыр, не үшін блогерлар және де тележүргізушілер барлығы YouTube'тан өзінің контентін жасап, соған көшуде. Неге нарық соған алып келді деп ойлайсыздар? Ендеше осының жауабы айдан анық. Яғни соңғы уақытта былтырғы статистикамен қарағанда, салыстырғанда YouTube'тың көрсеткіші телевидениемен салыстырған кезде асып кеткен екен. Яғни 18 жас пен 34 жас аралығындағы Қазақстанның халқы YouTube'ты телевидениеға қарағанда көп қарайды екен. Яғни қазіргі статистика бойынша халықтың 2-ден 1 телевидение қарап атқан кезде, телевизор қарап атқан кезде қолында телефонын ұстап YouTube'да отырады екен. Осының негізгі көрсеткіші жаңағы жарнамаларға, тағы да басқа негізгі YouTube'дағы контенттердің тууына әкеліп соқты. Яғни Қазақстанның былтырғы салыстырып қарайтын болсақ, Қазақстанның YouTube нарығы контенттермен өте аз болатын. Яғни осы соңғы жарты жыл мен 1 жылдың аралығында бірнеше YouTube блогерлар шығып, өздеріңіз білетіндей интервью форматында, тағы да басқа подкаст форматында жасап, обучение жүргізіп деген сияқты бірден YouTube'тың күші сезіле бастады. Яғни YouTube'тың сіздерге жақындай түскені солардың арқасында десек те болады. Яғни біреулеріміз бұрын YouTube'ты тек қызықты видеолар үшін қарайтын болсақ, қазіргі кезде пайдалы ақпарат алу үшін немесе бір нәрсе үйрену үшін қарайтын болдық. Ендігі бұның негізгі артықшылықтарына тағы да келейік. Не үшін YouTube'қа көшіп жатыр? YouTube'тың негізгі Қазақстан бойынша статистикасына келетін болсақ, жарнаманың өте арзан болуы. Яғни белгілі бір компания болатын болса, олар телевидениеға барып, Қазақстан телеарнасына барса, мысалға, олар үлкен сумманы айтады. Яғни бағасына айтады жарнаманың. Соған қарағанда YouTube'тың жарнамалық роликтары, яғни біздер YouTube'тан қарап жатқан кезде пропустить деп шығатындай жарнамалар, және де главный страницада немесе басқа похожий видеоның қатарында, одан басқа баннерлі жарнамалардың түрлері, оверлей деп аталатын жарнамалардың бағасы 70%-ға арзан болады. Яғни телевидениемен салыстырған кезде 70%-ға арзан. Және де тағы да бір-екі дәлел келтіріп кетейін. Бұл YouTube'тың жарнамаларының негізгі артықшылығы телевидениеға қараған кезде 60%-ға есте сақтауға жаңағы жоғары көрсеткіш көрсеткен екен. Яғни телевидениедан бір видеоны көріп, бір тауарды көріп, есте сақтай алмасақ, яғни бір тауарды көреміз, оны ұмытып қаламыз. Ал YouTube'да ол ондай әсер бермейді, яғни одан да жоғары әсер береді. Бір тауарды көргеннен кейін, атын көргеннен кейін, жазуын көргеннен кейін, басқа жерден тағы да екінші рет көріп деген сияқты, бұның халықтың, яғни көрерменнің есте сақталуына өте жоғары көрсеткіш береді. Келесі бір тағы да бір ерекшелік, бұл компаниялар, яғни рекламалық компаниялар деп аталады. Өйткені интернетте жарнама жіберген кезде компания деген сөз қолданылады. Рекламалық компаниялар өте тез әрі өзінің жеке аудиториясына ұсынылады. Яғни ол қандай аудитория? Мысалға кез келген бір шампуньді алайық, бас жуатын шампунь, оның аудиториясы кім? Яғни оның аудиториясы бүткіл халық десек те болады. Яғни ол жарнаманы жіберген кезде компанияны ашады да, сосын оның настройкасында бүткіл халықты таңдайды. Бірақ қызығушылығына қарай жаңағы өзінің басқа да направленияларын таңдауға болады. Мысалға жұлдыздардың видеолары, тағы да басқа
кімнің футболисттердікі бар, әншілердікі бар, Гаккудегі клиптар бар деген сияқты тағы да басқа сондай клиптердің арасына, видеолардың арасына шығарып жібере алады. Ал егер нақты бір узкая аудитория болатын болса, мысалға S100 дейікші, S100 өзінің жарнамасын түсіріп YouTube-қа жіберетін болса, олар кімге жібереді? Яғни ол нақты өзінің аудиториясы ол ер азаматтар. Ер азаматтар 20 жас пен 50 жас аралығындағы ер азаматтар, және де оның негізгі YouTube-тағы аудиториясы ол жаңағы автоблог, яғни автомобильдерді түсіретін каналдардың ішіне солардың видеоларының арасына шығаруға болады. Яғни бұл бір амалы, және де оның тағы да қосымша амалдары өте көп. Соған сәйкес жаңағы S100 деп іздеген адамдарға да шығаруға болады. Бұл осындай тәсілдері өте көп. Сондықтан да қазіргі нарықтағы YouTube-тың жағдайы қарқын алып өсіп келе жатқандығы да осы бүткіл компаниялардың, бүткіл брендтердің жаңағы қалтасына жақсы соғып жатыр десек те болады. Өйткені қазіргі Instagram бар, Google бар, тағы да басқа VK, Facebook, Одноклассники-дағы Mail.ru деген сияқты әлеуметтік желілердегі жарнамалардың тиімділігі өте нашар болып жатыр. Оның көрсеткіші де жаңағыдай төмен түсіп жатқандықтан қазіргі нарық YouTube-ке келіп жатыр. Сондықтан да егер сіз кәсіпкер болсаңыз, өзіңіздің тауарыңызды немесе болмаса қызмет түріңізді өткізу үшін, халыққа ұсыну үшін, арнайы әдемі жарнама жіберу үшін онда YouTube-ке шығыңыз. Егер де тағы да басқа толығырақ ақпарат алғым келеді десеңіз, жеке консультация алу үшін онда дайректке немесе профильдегі номеріме звондасаңыз болады. Мен сізбен әрдайым біргемін. Хабарласыңыздар, YouTube-ке деген көзқарасыңызды өзгертіңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.